Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып математика пәні 58-ші сабақ. 2 жиынның бірігуі және қиылысуы тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Зерттеу. Диаграммаларға қара. Е және К жиындарының бірігу операциясы берілген. Мұнда бізде Е жиыны және К жиыны. Ал бұл бізде Е және К жиындарының бірігу операциясы екен. Ал енді тапсырма орындайық. Е және К жиындарының элементтерін ата, әр жиында неше элемент бар екенін анықта дейді. Балалар, Е жиынының элементтері көк, жасыл, қызыл, тік төртбұрыш, күлгін, сары шеңбер екен. А К жиынының элементтері күлгін, сары шеңбер және көк шаршы. Ал енді Е жиынында 5 элемент, К жиынында 3 элемент бар. Е және К жиындарына ортақ элементтер бар ма? Егер бар болса, олар қандай элементтер дейді? Балалар, Е және К жиынына ортақ элементтер бұл күлгін және сары шеңберлер. Балалар, диаграммаға мұқият қараймыз. Мұнда сары және күлгін шеңберлер екі жиында да бар. Сондықтан да екеуіне ортақ элементтер бұл күлгін және сары шеңберлер екен. Екінші тапсырмаға қараймыз. Зерттеу. Диаграммаларға қара. М және О жиындарының қиылысу операциясының диаграммасы берілген. М бізде Б, А, Р, С элементтері, О жиынының элементтері Б, Р, К, Т. Ал енді осы жиындарға қандай элементтерден тұрады және әр жиында неше элемент бар екенін анықтауымыз керек екен. М бізде бұл Б, А, Р, С элементтерінен тұрады, яғни 5 элементі бар. Ал О жиыны Б, Р, К, Т және оның 6 элементі бар. Оларға ортақ элементтер Б, Р әріптері екен. Яғни байқағандарындай Б және Р әріптері екі жиында да бар. Сондықтан да ол ортақ элемент болып саналады. Келесі, М және О жиындарына тиісті 3 элементтен жаз дейді. Балалар, тиісті М жиынына, Р тиісті М жиынына, С тиісті М жиынына. Келесі, К тиісті О жиынына, тиісті О жиынына, Т тиісті О жиынына деп жазсақ болады. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Диаграммаларға қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Балалар, диаграммада Баянауылға барған және Қарқаралыға барған балалардың есімдері берілген екен. Ал енді біз сұрақтарға жауап берейік. Баянауылға кімдер барды, Қарқаралыға неше бала барды дейді. Балалар, бізде Баянауылға Алуа, Қайрат, Зере, Сәбит, Жарас, Балнұр барды. Ал Қарқаралыға бізде Дархан, Айнаш, Сәбит, Жарас, Балнұр барды. Демек, 5 бала барды. Біз оларды жазғанда былай жазамыз. Яғни, Баянауылға барған балалар Алуа, Қайрат, Зере, Сәбит, Жарас, Балнұр. Ал Қарқаралыға 5 бала барды. Келесі, диаграммалар бойынша өзің сұрақтар қой дейді. Балалар, мына диаграмманы пайдаланып, өзіміз сұрақтар құрастырсақ та болады. Яғни, Баянауылға неше бала барды, Қарқаралыға кімдер барды, Баянауылға да, Қарқаралыға да барған кімдер деген сияқты сұрақтар құрастырсақ болады. Келесі, 4-ші тапсырманың асы. Диаграммаларға қара, осы жиындардың бірігуіне және қиылысуына тиісті сандарды ата дейді. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар құрастыр дейді. Балалар, диаграммаға қараймыз. Мұнда А жиыны және Б жиыны берілген. Олардың бірігуі және қиылысуы диаграммасы берілген. Ал енді осы жиындарға тиісті элементтерді және олардың қиылысуы мен бірігуіне тиісті сандарды көрсетейік. А жиынына тиісті элементтер 30, 40, 50, Б жиынына тиісті элементтер 40, 16, 57. Ал енді А және Б жиындарының қиылысуына тиісті сан бұл 40 саны. Себебі 40 саны
екі элементте де екі жиында да кездеседі. Сондықтан ол бір қиылысуына тиісті сан. Келесі А және Б жиындарының бірігуіне тиісті сандар 30, 40, 50, 16, 57 сандары екен. Келесі ә тапсырмасына қараймыз. Берілген жиындар элементтерінің атауларын салыстыр. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр дейді. Балалар, бірінші біз диаграмманы құратын боламыз. Диаграмма бізде таулар және көлдер жиыны. Бұл таулар, бұл көлдер жиыны. Бұл бізде бірігу операциясы. Ал енді осы жиындардың элементтерін атайтын болсақ, таулар жиынының элементтері Қаратау, Мұғалжар, Зеренді, ал көлдер жиынының элементтері Зайсан, Балқаш, Зеренді көлі екен. Ал енді бұл жерде бірігуі, осы жиындардың бірігуіне тиісті элементтер Қаратау, Мұғалжар, Зеренді, Зайсан, Балқаш. Ал енді қиылысу операциясына қараймыз. Таулар жиынына тиісті элементтер Қаратау, Мұғалжар, Зеренді, ал көлдер жиынына тиісті элементтер Зайсан, Зеренді, Балқаш. Ал енді бұлардың қиылысуына тиісті элемент бізде Зеренді. Бұл бізде қиылысу операциясы. Балалар, сендер де осылай диаграмма сызып алсаңдар болады. Келесі 5-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. 60 азайту x тең 24. Мұндағы x балалар бізде белгісіз сан. Оны анықтау үшін 60-тан 24-ті азайтамыз. X тең 36-ға. Ал енді x-ті орнына қоямыз. 60 азайту 36 тең 24. 24 тең 24 шығады екен. Келесі x қосу 15 тең 82. X мұнда белгісіз сан. Оны анықтау үшін 82-ден 15-ті азайтамыз. X тең 67-ге. Ал енді x-ті орнына қойып теңдеуді тексереміз. 67 қосу 15 тең 82, 82 тең 82 шығады екен. Келесі 6-шы тапсырма өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Балалар, кесте бойынша өрнектер құрастыратын боламыз. 90 азайту 48 қосу 23. Балалар, 90-нан 48-ді азайтсақ 42 қалады, оған 23-ті қоссақ 65 шығады. 63 азайту 48 қосу 34. 63-тен 48-ді азайтсақ 15 қалады, 15-ге 34-ті қоссақ 49 шығады. Келесі 29 қосу 36 азайту 19. 29-ға 36-ны қоссақ 65 болады, одан 19-ды азайтсақ 46 шығады. 54 қосу 36 азайту 47. 54-ке 36-ны қоссақ 90 болады, 90-нан 47-ні азайтсақ 43 қалады екен. Келесі 7-ші тапсырма. С қосу сөзіндегі, ал Д азайту сөзіндегі әртүрлі әріптердің жиыны. Осы жиындардың бірігу және қиылысу диаграммаларын құр дейді. Балалар, бірінші біз осы жиындарға тиісті элементтерді жазып алайық. С жиынына тиісті элементтер бұл Q, O, S, U. Ал Д жиынына тиісті элементтер A, Z, A, қысқа I, Т, U әріптері екен. Ал енді бұл жиындардың ішіндегі, яғни элементтерінің ішінде екі жиында да кездесетін элемент бізде U әрпі екен. Яғни U әрпін ортаға жазамыз да, қалған элементтерді әр жиынның өзіне жазамыз. Яғни С жиынына тиісті элементтер Q, O, S, U, ал Д жиынына тиісті элементтер A, Z, A, I, T, U. Бұл бізде бірігу операциясы. Ал енді С және Д жиындарының бірігуіне тиісті элементтер Q, O, S, U, A, Z, A, I, T әріптері екен. Ал енді қиылысу операциясына қараймыз. Қиылысу операциясына бізде С және Д жиындарының қиылысуына тиісті элемент бізде U әрпі екен. Осылай бояп қойсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.